Кез келген басқа құжат сияқты біз сізбен қазір жаңа өсиетке библиографиялық сынақ жүргізудеміз. Сұрақ: біздің қолымызда қанша қолжазба бар? Қолжазба қаншалықты көп сақталып қалған болса, соншалықты олар арқылы түпнұсқаны қайта қалпына келтіру жеңілірек. Сіздің қолыңызда 20 қолжазба бар делік. Олардың әрқайсысында Жохан жазған ізгі хабар бар. Алайда олардың мәтіндері әртүрлі жазылған. 3 тараудың 16 аяты 3 түрлі нұсқада берілген. Біреуінде Құдай адамзатты қатты сүйгендіктен, екіншісінде Құдай әлем жайлы көп толғанды, ал басқасында Құдай осы әлемді өте қызық деп санады деп жазылған. Қай нұсқаны дұрыс екендігін қалай анықтауға болады? Ешқалай. Бұл мүмкін емес. Алайда егер сіздің қолыңызда 4 немесе 500-де қолжазба бар болса, онда олар арқылы өте жоғары пайызды түпнұсқаны қалыптастыру әлдеқайда жеңілірек болады. Басқа тарихи құжаттардың сақталып қалған көшірмелер санын салыстырып көру үшін тағы да айтып кетейін. Мысалы, Цезарьдің ғал соғысы жайлы хаттары бар жоғы 10 қолжазба сақталып қалған. Платонның еңбектері тек 7 қолжазба сақталып қалған. Көптеген адамдар көне Рим тарихшысы Тацитті ең әйгілі көне дәуір тарихшысы деп санайды. Ал оның тарихи оқиғаларының тек 20 қолжазбасы ғана сақталып қалған. Кіші Плинийдің 7 қолжазбасы, Фукидиданың 8, Светонияның 8, әйгілі грек тарихшысы Геродоттың қолжазбаларының 8 ғана сақталып қалған. Қалғандарының барлығы жоғалып кеткен. Софоклдың 193, Лукрецийдің 2 қолжазбасы, Эврипидтің 9 қолжазбасы сақталып қалған. Демосфеннің шамамен 200-де қолжазбасы, Аристофанның бар жоғы 10 немесе 12 ғана. Аристотельдің тек 49 қолжазбасы. Жаңа өсиеттің қанша қолжазба көшірмелері бар екенін білесіз бе? Мен тек жалғыз жаңа өсиеттің 24633 қолжазбасының бар екенін ресми түрде растай алдым. Киелі кітаптың дерексіздігі туралы кітап жазуға бел буған кезде мен бұлай болады деп ойламаған едім. Ақыр соңында менікі дұрыс емес боп шықты. Мен ақмақтық жасадым. Бұл анық. Мәселе басқалардың менен де ақмақ болғандығында болып отыр. Ақмақ және одан да ақмақ деген фильмдегідей болып отыр. Алайда осы ізденулердің арқасында мен мынандай қорытындыға келдім. Адам тарихындағы ешбір кітап жаңа өсиет тәрізді сенімділікке лайық емес.